Сәлем достар, қалайсыздар? Ең бірінші менің каналыма қош келдіңіздер. Қыз-келіншектерге арналған канал. Бұл жерде құпиялармен бөлісетін боламыз. Ал екіншіден мен жеңіл босанудың құпиясын білемін. Оны білу үшін каналымда соңына дейін қалыңыздар. Яғни видеоны соңына дейін тыңдаңыздар. Ең бірінші, біздер өте көп мөлшерде YouTube каналымдан босану туралы видеолар көрген болатынбыз, иә. Бірі есімізде қалса, екіншісі мүлдем қалмайды. Ал сіздер ойлаңыздаршы, схватка барысында адам жаны қиналған уақытта бұндай информациялар мүлдем есімізге түспейді. Ол үшін мынандай техникаларды пайдалануымыз қажет. Ең бірінші, қарапайым осындай дәптер, черновик болса болады, и ручка пайдаланыңыздар. Қазір бұл не үшін алғанымды айтамын. Біздер лекция жазайын деп жатқан жоқпыз, бірақ бізге қажетті схеманы сызып аламыз. Және де бұл келесі тағы да родыларға өте қатты қажет болады. Ал енді жеңіл босанудың техникасымен бөлісейін. Ең бірінші, толғақ бізде 3 кезеңнен тұрады. Жалпы босану 3 кезеңнен тұрады. Бірінші толғақ уақыты, яғни схватка кезеңі. Екінші, баланы итеру уақыты, яғни матканың итеруі. Бұл екінші кезең, яғни жатырдың ашылуы. Ал үшінші кезең ол плантация, яғни баланың қалған орны. Енді баланың қалған орны туралы айтпай ақ қояйын, ол өте оңай, ол жақпен қиналмасаңыздар болады, оны врачтар өзі келіп басып кетеді. Ал ең басты мына екі кезең, схватка және де баланы итеру, ең басты ауыр кезең осы екеуі болып табылады. Бірақ екеуін жеңілдетуге болады. Ең бірінші кезеңнен бастайық, яғни схватка. Черновик немесе дәптерлеріңізге ең бірінші кезеңді жазып қойыңыздар. Бірінші кезең бізде толғақ немесе схватка. Ал техникаға көшейік. Ең бірінші бұл кезеңде не істейміз? Мұрнымен демаламыз. Ауызбен шығарамыз. Көрдіңіздер ме, менде мықты короткий болды. Короткий болмау қажет. Мұрнымен демалған уақытта примерно мысалға 4 секундтай. Бір міне 5 секунд. Ең аз дегенде 8 секунд аузындағы ауаны шығару. Мұрнымен демалған кезде өте аз 4 секунд демалсақ болады, ал шығарғанда 8 секундтан жоғары болу керек. 10, 12, 20, ана көп үйреніп алғандар, уже соңына таяғандар 30 секунд ауаны шығара алады. Қараңыздар, өте глубокий демалу техникасы. Енді не істейміз? Осы мұрнымен демалғанда 4, және де ауызбен шығарғанда 8-ден жоғары деп жазып аламыз. Міндетті түрде. Бұл техника өте жақсы, өте керемет техника негізінде. Осыны үйреніп алсаңыздар, мысалға көшеде жүрген кезде, көбінесе жүкті әйелдер көп серуендейді ғой. Сол моменттерде кәдімгі мұрындарыңызбен, қолдарыңызбен санап тұрып, жетпей қалды-ау деп келесі қайта қайталап дәл осы техниканы жаттап алсаңыздар, сіздерге өте көп көмегін тигізеді. Енді қараңыздар, кейбір адамдар болады, ол просто банально деп шығарысы келмейді. Ол звук шығарысы келеді. Мысалға деген сияқты, яғни бір ауырғанды басу үшін ол звуктан ұялмаңыздар. Сол звукты міндетті түрде шығаруларыңыз қажет. Қазір сіздерге бір 3-4 звукты айтатын боламын. Бірінші ол шарпы. Мұрнымен демалып алдыңыздар 4 секунд. Уже менің ауам ұзағырақ кетті. Көрдіңіздер ме, әріп қосқаннан кейін. Немесе көрдіңіздер ме, ұзағырақ ана бір больді бір басатын сияқты. Мен көбінесе у әрпін өте көп пайдаландым. Деп та шығаруға болады. Және де ең популярный бұл жерде мысалы міне бұл
ең популярный. Осы әріптерді қайсы удобно сіз схватка моментінде байқайсыз, соны пайдаланыңыз. Бұл басқа техника деп аталады. Яғни біріншісі просто қарапайым болды ғой. Үндемей шығаратын адамдар да болады. Соны да пайдалануға болады. Ол жақта тіпті ұялмайсыздар, қандай әріп шығарсаңыздар да. Оны міндетті түрде жазып аламыз. Так, у. Достар, енді екінші кезеңге көшейік. Біз бірінші схватка моменті ең ауыр кезеңнен өттік. Дәл осы техниканы пайдалану арқылы. Екінші кезең бізде жатырдың ашылуы, яғни уже бала шығатын момент. Бұл схватка сияқты өте ұзақ болмайды. Аз ғана уақыт болады, бірақ сол моментте әйел жыртылып кетуі мүмкін, разрыв болуы мүмкін. Яғни осы момент решающий момент деуге болады. Баланың басын қысып қалуы мүмкін сіздер. Мысалы, черепной болады кейде бала. Сол себептен оның барлығын алдын алу үшін сіздер мына демалу техникасын дәптерлеріңізге түсіріп алыңыздар. Мына демалу техникасын. Дәптерлеріңізге ол үшін былай жазыңыздар. Екінші кезең жатырдың ашылуы. Екінші кезеңнің басты құпиясы ол мынада. Акушер айтқанда күшен дегенде күшену, күшенбе дегенде күшенбеу. Болды, басқа секрет жоқ. Бірақ біздер не істейміз? Әрине ауыр жатқасын тыңдамаймыз, күшеніп қоямыз, Бұның барлығы қате. Қараңыздар. Сіздердің маткаларыңыз дайын уже баланы шығаруға. Ол жиырылып өзі матка итерет баланы деген. Итерген уақытта сіздер қатты ауырады. Сол моментте схватка болады. Ал итермеген кезде сіздер қатты ауырмайды. Бірақ сіздер үлкен дәретке барған сияқты бір жаңағы мына ұшып жүрген нелер үшін, кешірім сұраймын, шыбындар үшін, бірақ сіздер үшін врач қай уақытта күшен деп айтады? Когда матка өзі мына ішінен сіздерді баланы итерген уақытта күшен деп айтады. Сол моментте сіздер де бүкіл демді жинап алып ішке қарай, бүкіл ауаны ішке қарай жұмсасаңыздар, маткаға өте қатты пайдаларыңыз тиеді. Бірде унисон, бірде жылжыған уақытта бала разрывсыз шығады. Ал егер күшенбе деген кезде матка итеріп тұрған жоқ. Врач күшенбе деді, бірақ сіздер күшендіңіздер. Матка баланы итеріп жатқан жоқ. Сол кезде барып разрыв болады. Яғни жыртылып кетеді. Сіздер маткамен бірге жұмыс жасау қажетсіздер. Ол үшін, яғни демалған уақытта демді жинап аласыздар да, битпен демді шығармайсыздар битпен. Жинап алып ішке жібересіздер. Достар, организмдеріңізді тыңдаңыздар. Олар бостан-босқа сигнал бермейді. Оны врач-акушер да байқап қарап отырады, Сол моментте сіздерде маткаңыз жиырылып, күшен деген моментте сіздер ауаны жинап алып ішке жібере қойсаңыздар, міне ішке қарай, битке емес ішке жіберсеңіздер, онда разрывсыз босанасыздар. Ал врач айтса, күшенбе десе, сіздер күшенгілеріңіз келіп тұр қатты. Бұл жерде демалу техникасын пайдаланасыздар. Жалпы демалу деген сөз өте керемет сөз. Жаңа схватка бірінші кезеңде де құтқарады бізді демалу, екінші кезеңде де құтқарады бізді. Ол үшін собачье дыхание деген бар. Иттер қалай демалатынын білесіздер ғой? Міне сол дыханияны пайдаланасыздар. Күшенбе деді ма? Жаңағыдай жинап алып деп іштеріңізге қатты күшенудің қажет жоқ. Ол моментте сіздер собачье дыханияны қосасыздар. Енді собачье дыханияны білетін шығарсыздар, мен көрсете қояйын. Міне осы моментте сіздер мына маткаңызды итермеуге күш түсіресіздер, яғни итермейсіздер. Сол моментте сіздер деген кезде ауаны сыртқа шығарып тастайсыздар да, бұл жерде күшенбеуге жақсы жолдың табасыздар. Яғни күшенген уақытта білеміз, жинап алып битке емес деп алып ішке қарай жібереміз бірінші кезең. Екінші кезең демалма деген кезде
жаңа күшенбей деген кезде собачий дыханиені пайдаланамыз. Осы екеуі ақ. Бұны міндетті түрде жазып аламыз. Енді достар, басты қателерге келейік. Басты қате ол схватка моментінде болсын, бала туған моментте, екі кезеңде де болсын, айқайлап шыңғырудың қажеті жоқ. Босқа күштеріңізді жоғалтып аласыздар. Бала туған кезде уже итеретін дымдаларыңыз болмай қалады. Сондықтан айқайлап шыңғырудың мүлдем қажеті жоқ. Тіпті мына жерге жазып алыңыздар. Айқайлау, шыңғыру былай. Бұлшықеттеріңіз жиырып қалады, айқайлаған кезде астарыңыздың барлығы жиырылып қалады да, бала ол жерден шыға ала ма, ойлаңыздаршы. Ол жерден тек жыртылып шықпаса, басқа шықпайды. Сондықтан мына жақта айқайлап шыңғырып жатсаңыздар, астарыңызда дәл солай жиырылып жатыр деп ойлаңыздар. Кейде кейбір адамдар ойлап қалады. Демалу керек екен ғой. Болды, демалам дейді. Деп тез етіп белсенді демалады, Жаңа манағы айтқандарымды қате түсініп қалып, бітпеді ау деген сияқты қылып, олай істеудің қажет жоқ. Кәдімгідей асықпай, кәдімгідей байыппен демалу қажет. Ал сіздер жаңағыдай деп қайта демалып, белсенді демалу деп аталады. Сөйтіп демалып шаршап қалсаңыздар, ол да дұрыс емес. Сондықтан белсенді немесе айқайлап, уже шыңғырып, шыдай алмай айтсаңыздар, қайтадан соны бастасаңыздар, тоқтаңыздар да, өздеріңізді қолдарыңызға алыңыздар да, қайтадан бастаңыз. Мен белсенді демалып қойдым, қайтадан қолыма алайын. Сабыр дегендей жасаңыздар. Достар, қателер деп жазып алыңыздар да, жаңағыларды айқайлау, шыңғыру дегендерді жазып алыңыздар міндетті түрде, Ол өте қажет. Сосын, тоқтаймыз, өзімізді қолға аламыз деп. Жазыңыздар. Тоқтаймыз, өзімізді қолға аламыз. Мына жерде қызыл пасты, жасыл пасты, қара пастыны да араластырып қолданыңыздар. Қызыл пастыны обязательно қолданыңыздар. Қоршап қоюға, чтобы көздеріңіз сол моментте соған түсу үшін. Енді қараңыздар, біз мадан бері неге жаздық және оны не істейміз? Оны суретке түсіріп аламыз. Дәптерді арқалап жүрмейміз енді деген. Сосын оны аламыз да, соткамыздегі избранныйды басамыз да. Кез келген уақытта, кез келген жерде, кафеде болсын, немесе көшеде кетіп бара жатып, соткамызды ашамыз да, избранныйды ашып қойып, осы демалыс, ичи демалуды қайталай жіберейінші деген сияқты қайталай қойыңыздар. Болды. Бұл дәптер бізге кілт. Сондықтан міндетті түрде қасымыздан қалдырмаймыз. Енді психологияға оралайықшы. Жаңағы туған моментте демалу техникасын айтып жатырмын ғой, қалай жасау қажеттігін. Одан бөлек, сіздер когда уже роддомға бара жатқан кезде, немесе родзалда болған кезде, сіздер айналаларыңызға қараңыздар. Жасыл түсті көрдіңіздер ма? Жасылдан не ұқсайды? Жасылға қандай ассоциация қолдана аласы? Жасыл шөп, жасыл жайлау, жасыл көйлегім бар еді деген сияқты ойға ой қосып, ойларыңызды отвлекать етіңіздер. Ол психология деп аталады. Мысалға, бір жаңағы ақ түсті көрдіңіздер ма? Аққа байланысты. Немесе жерде бірдеме көріп қалдыңыздар ма? Сіздер жаңағы сол моменттерде жан-жақтарыңызды зерттей бастаңыздар. Яғни туу процесін жақындатқан сайын сіздер миларыңызды отвлекать етіңіздер дәл солай. Оны психология жағынан да сөйтіп жасауымызға болады. Яғни миымызды отвлекать етеміз, бірақ бала өз уақытында дүниеге келеді ғой. Оған дейін сіздер қараңыздар, миды жұмыс жасаттыңыздар, белсенді қылдыңыздар да,
жаңағы туу процесіне өте оңай алып келдіңіздер. Мысалы, біреуде 12 сағат болуы мүмкін, біреуде 24 сағат толғақ болуы мүмкін, иә? Әркімде әртүрлі ғой. Сосын әркімде әртүрлі болады. Мысалы, менде болған, сіздерде басқаша болу қажет. Бірақ бұл техника барлығымызға ортақ. Қолдану ол сіздердің қолдарыңызда. Достар, пайдалы болса, лайк және комментарий қалдыруларыңызды ұмытпаңыздар. Және міндетті түрде подписаться басыңыздар. Инстаграм бөліміне де жазылып қойсаңыздар болады. Егер де сіздер ана мен бала туралы көптеген ақпараттар түсінікті тілде көргілеріңіз келсе, онда маған міндетті түрде жазылыңыздар. Өте көптеген видеолар шығады, рецепттер шығады, жалпы қыз-келіншектерге арналған канал. Сондықтан менімен бірге қалыңыздар. Сіздердің өздеріңіздің бастарыңыздан өткен қызықты жүкті уақытында қандай қиындықтар болды, және де босанудың қандай жеңілдіктерін білесіздер, дәл осы видеоның астында комментарий ретінде қалдырып кетсеңіздер болады. Басқалар оқиды. Рахмет көп-көп, сау болыңыздар. Келесі видеода жүздескенше.